Всем привет, ребята! Я к вам с новостями. Я завтра поеду в школу. Да, завтра не 13 февраля. Я завтра поеду в школу в час дня. Меня там учительница снимет на видео. Я выучила свой стих. Я подготовилась. Это видео уже выйдет послезавтра, скорее всего, потому что, возможно, я еще вам что-нибудь подсниму, так что ждите, но это еще не точно. Завтра нас, детей, всех тех, кто учил стихи, будет проверять комиссия и скажет, наша комиссия школьная, и скажет, что да как. А видео потом учительница уже 13 февраля отправит туда, куда надо, уже на основную проверку, к основным жюри. Мне 13 февраля не надо будет никуда ехать, так как я запишу видео завтра. Точнее, меня снимут на видео завтра, а потом уже просто 13 февраля отправят основным жюри. Вот такие вот дела. Так что ждите. Я надеюсь, я хорошо все расскажу. И дальше там уже будет видно. Ой. Да. Здравствуйте. 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 Удачного дня. Вам тоже удачного дня. настроения. Бисмилля рахман рахим, как говорится. Давай. С той стороны, с этой стороны. Давай, стой. Потому что нам там... Қай жақпен, сол жақпен кіре берсін ба, біз анау А блоктың несіне барамыз, ағай. Сол, ана жақ сол үшін жақын ба деп ойлағам ғой. Ар жағада немесі ашылмайды да. Все, хорошо, жарайды. Стоп. Все, стоп. Отвечал. Это. А чей там? Нет? Нормально. Аким смеялся. Ну, другие дети что? Наверное. Ну, выступите вас, наверное. Сюда. Вот отсюда. Эту школу не видели, наверное. Ну, я приходила только туда же, в администрацию. Нет, Ясмина. Я не видела. Я сниму, я думаю, сниму. Ну да, спасибо. А то она хотела посмотреть школу. Тяжело Заблудиться, нет? Я поэтому сюда. Лифтпен апарып шығамыз. Я лифтпен сол ағайға айтқам, Нұрбек ағай кет сюда. Басайық па? Ашылып. Здесь сізді. Сексим, откройся, если вот. Она же жауап кеткен ғой мен жаңа. Чтобы мы попали к определенному учителю. Можно сделать? Так, можно попросить. Просто на
Так-то. Кім? Еще один лифт. Сколько здесь лифтов? Это кто там? А, По-моему, это. мгм. Второй. Первый этаж, закрывайся. Ой, давай здесь столько Чем там? этажей. Да, Какой-то освежитель, что ли? какой-то. Ага. Откуда он идет? Этого я не Мы же знаю. не пользуемся. А, вообще? Вообще не только вот в Почему? таких случаях. Да, серьезно? Серьезно? Ой, бог. Вы по лестницам только По получаете? лестницам ходим. Еду. Ой, Бисмилля. Мына жақпен кірмесек, мына жақ есігін аша алмады. Мына жақтың лифтін ашып бере ма енді? Бұл жақта да бар ғой. Екінші этажда. Мына жерде бар ғой біз блокта. Аша алмаймын деді ғой кім ағай? Нұрбек аға. Жоқ деді, таппадым деді. Подождите. Ана чувак bir есік тауысаңыздар. Ана екінші этажда. Сізде бар? Ага. Ашыңыз. Ашып қойып айтты ғой Нұрбек аға. Пойдемте. Ойбай. Қазір оны лифтке іздейміз біз. Ойбай, сол. Мына жақ бағанадан бері айттым, таңертең келе салып айтқан ғой. Да снеги Опять? Туда. Я. Это какой-то ужас. О, мына кісіні жүгіреміз. Енді үмітке айтылыпты ғой. Жоқ қайда енді? Тұтта бар. Ашыңыз енді, ашып қойыңыз. Жаппаңыз ғой. Сегодня прям накатались. На лифте. Кәрі іздеп тауып кетіп қайда десек мен жапқан жоқпын. Ойбай. Таңертеңнен бері айтқаным болды ма? Ашып қой. Нұрбек ағай түсіндірайын. Жоқ, мен ашын жауып қойған ғой оны болды. Я помню, оны ашын бүлкен жауып кеткен. Ол мен ашын балалар кірмесін деп жауып кеткен. Балалар кірмесіне жауып кеткен, бекіп пістап кетіпсіз. А, Еще не пришли, оказывается, так что не опоздали мы. Проходите, вот, здравствуйте. Или она может с той стороны, или как? Зайти вот сюда. Подождите, сейчас я стульчик один уберу. Я осы бір жерге отыра тұрсын ба? Одан кейін. Бағытына қош келдіңіздер. Мұқағали поэзиясы шынайылықтың, тазалықтың, адам жанының терең иірімдерінің айнасы. Ақынның әр өлеңі өмірдің өзі, әрбір жолы жүректен шыққан шындық. Бүгінгі байқауға қатысушы оқушылар ақын рухымен үндесе, өз ойын, толғанысын, сезімін, шығармашылық шеберлігін көрсетеді деп сенеміз. Барша қатысушыларға сәттілік тілей отырып, Мұқағали жыры мәңгі жасай берсін дегім келеді. Бүгінгі біздің сайысымыз екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезең Мұқағали рухына арнау. Яғни қатысушы оқушылар, сіздер Мұқағалиға өздеріңіздің үйден жазып
келген өлеңдеріңізді оқисыздар. Және екінші кезең осы жерде сіздерге тақырып беріледі. Сол тақырып бойынша 5-7 сыныптар 1 шумақ, 8-ден 11-ге дейінгі сыныптар 2 шумақ өлең шығаратын боласыздар. Бұл сайыстың негізгі мақсаты Мұқағали Мақатаевтың шығармашылығын дәріптеу, оқушылардың ақындық өнерін дамыту, сөз мәдениетін арттыру. Бүгінгі сайыстың бағалау критерийлері Мақатаевтың өлеңіне жаңағы бірінші кезең бойынша өлең мазмұны, поэзиялық тіл байлығы, ұйқас пен ырғақтың сақталуы, шығармашылық жаңашылдық, ойдың жүйелілігі, осы жалпы бағалау 10 балдан тұрады. Ал құрметті сайыстың қатысушылар, бүгінгі сайысымызды бастайық. Бүгінгі сайысты 11-ші А сынып оқушылары Бейсенбек Марғұла және Азилханова Айзада екеуі қабылдап. Болмаса егер ақиқаттан бөтені айтылған сөз арнаданға жетеді. Туындысы дәмәлеген дарының жүрек теккен жарасатын екені. Жыры менен жүректерді тербеген, жан жарасын талайлардың емдеген, мөрі болған 20-шы ғасырдың Мұқағали сынды ақындар кемде-кем. Қайырлы күн, қадірлі ұстаздар, қымбатты қонақтар, және жыр сүйер жүрегі поэзия деп соққан ардақты оқушылар. Бүгін біз қазақ поэзиясының аспанында шоқ жұлдыздай жарқыраған жырдың мәңгілік мұзбалағы Мұқағали Мақатаевтың 95 жылдығына арналған поэзия менімен егіз бе едің атты мектепшілік байқауына қош келдіңіздер. Мұқағали халықты мұңын жырлаған, ана тіліне жан бітірген, өлеңді өмірмен теңестірген ұлы ақын. Ақынның поэзия менімен егіз бе едің деген жүрек жаты сауалы әлі күнге дейін әрбір өлеңсіз жанның жан дүниесін тербейді. Осы орайда ақын мұрасын дәріптеу, жас таланттардың поэзияға деген сүйіспеншілігін арттыру мақсатында ұйымдастырылған поэзия менімен егіз бе едің атты мектепшілік байқаудың ақындық өнері бағытын ашық деп жариялаймыз. Бүгінгі байқауда сіздер жас ақындардың жүрек түкпірінен шыққан жырларын тыңдап, ұлттық поэзияның жалғасын көресіздер деп сенеміз. Өлең тек сөз емес, ол сезім, ол рух, ол ұлттың үні. Ендеше жыр додасына қатысушы барлық талапкерге сәттілік тілейміз. Бүгінгі Мұқағали Мақатаевтың шығармашылығына арналған ақындық өнер байқауына осы жауапты міндетті атқаратын әділқазылар алқасымен таныстырып өтейін. Әдеби кештер мен шығармашылық байқаулардың белсенді қатысушысы, жас ұрпақтың рухани дамуына үлес қосып жүрген ұстаз Саттар Гүлнар апай. Биология пәнінің тәжірибелі ұстазы, сөз өнерін меңгерген Мансұр Әйгерім апай. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні бірлестігінің жетекшісі Серікқызы Әйгерім апай. Әділқазылар алқасы Және онымен қатар орыс тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Аширова Бақчынұр апай. Өлең жүректен шықса, жүрекке жетеді. Ендеше жыр дүниемін бастайық. Бірінші кезең алдымен орта топ 5-7 сынып оқушылары арасында өтеді. Жыр додасына қатысушы 5-ші Б сынып оқушысы орынбасар Раяна, жетекшісі Шынжырбаева Сәулебай. Өз шығармасын мәңгі өшпес жыр нұры, жүрекке жақын терең оның сыры, қара сөз емес жан сырын толғап, Мұқағали қазақ халқының бір жыры. Қара өлеңмен шерсті ол халқына, сыйлайды үміт, зор әр тұсына, әр жолында өмірдің лебі бар, әр шумағында терең өмір тұлған. Мұқағали жүректе мәңгі қалған, әрбір сөз жүрекке ой салған,
бізге әркез үлгі бола білген жырлармен биікке самғаған. Жырлары қымбат сый, өлеңдері көңілдің әсем күйі. Өзі де асыл алтыннан кем емес, ұрпаққа қалған мәңгілік ізі. Жырларын оқып бой түзейміз, әр сөзіне терең түзейміз. Мұқағали атамыз асыл тұлға, жүрегімізде мәңгі сақталар. Мұқағалиға арнау. Қара өлең қанатым боп қалықтадың, қазақтың жүрегіне жарық салдың. Тағдырдың таразысын тербеткенде, шындықты шын сөзіңмен анықтадың. Сен жазған бір шумақта тағдыр бардай, қара сөз қара жерге тамыр салдай. Жуасаң, ел жуады, күлсең халық, өлеңің өмір болып жаңғырардай. Мұқағали мәңгілік мұз балақшы, шындықты шын жүрекпен сызбалап тұр. Сыздаған жүректерге сәуле төгіп, ән мен өлең арқылы із салып тұр. Шашаса да тағдырдың додасында, қалдырды жыр бақыттың құшағында. Ақиқаттың ауылы алыс емес, Мұқағали жырының жағасында. Уақыт шіркін тоқтамас көшер алға, бірақ сенің есімін өшпес танба. Қазақ барда қасиетті жазған хатын, айналады мәңгілік асқар шыңға. Мұқағали Мақатаев арнау. Қара өлеңнің киесін қондырғанда, тұрмын бүгін есіміңді мақтан қылмақ. Шаршы топта мектебіңнің төрінде ақиқат өзіңе арнау жолдамақ. Сен сөйлесең хан тәңірі күрсінгендей, сен жырласаң жас қойындар сілкінгендей, үш бақыттың ұраңғып ұрпағыңа өттің бе екен бұл өмірде түсінбей. Мұқан салған соқпақпен өсеміз біз, жырлармен мұңмен шаттық кешеміз біз. Қара саздың қара суын ішсең де, әлемдік жыр биігіне өсесің. Аққуларды ұйықтатып жырларымен, сырлассың қазақтың қырларымен. Мектебінде мерекең тойланғанда, тірісің сен ақындық нұрларымен. Арқаланып айтайын атыңмен, шықсың өнім ақындық затыңменен. Мұқағали мәңгілік асыл бейне, бірге жасар қазақтың халқыменен. Келесі жасөспірімдер тобы 8-ші жасөспірімдер тобы 8-ші, 11-ші сынып оқушылар арасында. Алдыңғы көркем сөз оқу сайысына қатыса алмай қалған оқушымыз бар. Сол оқушыны бүгін ортамызға шақырсақ. 8-ші Г сынып оқушысы Бакиева Яс. Мұқағали атамызға. Мұқағали атамыз, дархан жүрегі жыралы. Өлеңдермен жүректерді мәңгілікке жылады. Өлеңдермен танылдым деп әрбір елге қуанып, жүректегі сезімімді Мұқағали оятты. Өлеңдері тот баспаған мәңгілікке жырлары, өлеңдермен танылдым деп айтып кетті бұл тағы. Өлеңдері кереметтей шумақтардан құралған, Мұқағали атамыздай ақын болу бір арман. Қарсыз туған жерге қара өлеңмен, халқына арнап кетті бар өнермен. Сағыныштан мұңға баттым мен де бүгін, сағындым деп айтып кеттім жүрегіммен. Құстарды өлеңіңмен сербеп едің, босқа тұрған тауды да тербеп едің. Өлеңдермен жүректерді шайып өтіп, жазылмаған жүрегімді жазып едің. Жыр болып қалдың мәңгі жүрегімде, нұр болып тұрасыз мәңгі тірегімде. Өлеңдері өшпесеңді мәңгілікке, себебі халқы бар оның жүрегінде. Және де құрметті осы сайысқа қатысушы орта сіздерге барлықтарыңыз сәттілік тілеймін. Мен 11-ші А сынып оқушысы Арап Мадина Мұқағали атама мұзбалаққа өзім арнау шығардым, ал қабыл алғайсыздар. Ая аспандап тұр бұлт сия жұлдыз нүкте, сенің жырың тербелді мың жүректе, қара өлеңнің қасиетін арқалап, сен келіп ең ақын болып бұл мекенге. Ва Мұқағали, мұзбалағы мұзарттың, сен қазақтың маңдайынан нұр жақтың. Пай-пай өмірде өтсең де өзеуреп, өлмес мұра, өшпес бейне орнаттың. Хан тәңірі куә сенің мұңыңа, тұнық жырың жауын болды құмыңа. Ажал сені алып кетті десекте, айналдың сен ұлттың ұлы рухына.
Шыда, шыдап бақтың бәріне, тағдыр салған тауқыметтің зәріне. Бүгін міне хан тәңірдің мұздары, сенің жырыңды айтып жатыр бәрі де. Бойыңдағы болат жігер өр намыс, сенің әрбір сөзің бізге зор табыс. Қазақ барда Мұқағали өлмейді, сен мәңгілік, сен ерекше жаратылыс. 8-ші сынып оқушысы боламын. Мұқағалиға. Жыр дегенде алдымен сен ойыма, қаламыңмен үңілдің адамға. Қара өлеңмен қара жүрек сыр ашып, шындық айттың, тыйынбадың заманға. Сенің жырың сағынышпен сабырдай, желдей есіп жүректерге қадірлей. Қазақ болып соғатын әрбірінде Мұқағали тұр мәңгілік жаңғырай. Кетсең дағы сөзің қалды өлмеген, өлеңдерің тірі тарих ертеген, ұрпақтарға рух болып жол көрсетер Мұқағали поэзия шер деген. Туған сәлем жалпыға сәлем бердім халқыма. Амандасып алғаным қайшы келмес сандыма. Сөз айтайын татымды, таныстырсам затымды. Мен Бекназар ынтымақ, сұрасаңдар атымды деп ойлады. Мұқағали атамызға арнау жазып берді. Қара жолды қасиет тұтқан ақын, қара жерді мәңгілік жұтқан ақын. Мұқағали бүгінде үнің өшпес, жүйттейді өзіңмен сұңғыратың. Қазақ деген жүрегін соға берді. Қара өлең тек өзіңе ере берді. Сол өлеңде өмірдің шындығы бар, шындық үшін өзге ұлт жаза берді. Сен жырладың махаббат сағынышты, ана тілдік қасиетің алғышты. Уақыт өтсе өшпейді қара өлеңің. Өлеңмен жаңғырттың ой бар тынысты. Үлгі болып келеді жас ұрпаққа. Өлеңімен жол сілтейді әрбір шақта. Адалдықты, адамдықты дәріптейтін жер, жыр арқылы қадам басар жақсылыққа. Мұқағали мәңгілік ақын аты. Бұл ақын біз жетпейтін үлкен саты. Ұрпақтан ұрпаққа мұра болған Мұқағали мәңгілік өшпес жан. Мұқағали, зорды мұз балағен, жүрекке жақын өлең іздедің сен. Қара өлеңмен қазағымды тербетіп, қарапайым сөзбен биікке көтердің. Таулардан асқақ арманың бар ед, сағыныстан соғылған әр өлеңің. Уақыт өтсе де өспейді жырында, халықпен бірге мәңгі көтерілген. Жырында бар шындықтың салмағы да, көз жасы да, күлкінің самғады да. Өмірден ащы дәмін сезсең дағы, сындырмадың арманында. Қаламынан туған әрбір жұмақ, жүректерге жол тауып болды шырақ. Қара түнде адасқан талай жанға өлеңмен табылды жарықтаған. Сен сөйлеттің тасты да сөйледе, жан бітірдің үнсіз бар өлкеге. Табиғатпен тілдескен саза жанды айналды елдің ортақ өлкесіне. Бүгін ұрпақ оқиды жырларыңды, өз жүрегің табылды бір үніңді. Уақыт қанша алса да өзгерсе де, Мұқағали мәңгісін, тірісінше ел есінде. Мұқағали Мақатаев арнау. Қара өлеңнің қасиетін танытқан, қазақ жырын биіктерге қондырған, жүрек сөзін жасырмай-ақ қалдырған Мұқағали мәңгі өшпес тұлғаң бар. Сен жырладың аналардың ақ сүтін, сен жырладың балалықтың пәк күшін, Қаратаудың қасіретін қуанышын, өлең қылып өрдің бүкіл тағдырын. Кейде түнде ұйқың қашып кеткенде, өлең келді үнсіз ғана жеткенде. Қағаз емес, өзіңді өзің тіліп жаздың, жүрегіңді жол қылып кеткенде. Жүрек тербеледі шағындағы, Мұқағали жырлалы бал бұлағы. Үш бақыт халқым тілім өлеңдағы, өмірдің өткендерін өтсем дағы. Жүректе махаббаттың оты қалды, ешқашан өлмейтіндей үн болып қалдың. Ғасырлардан асып та жыр болып қалдың, бір ғана сөз шыңқым жүрек оятатын. Қазақтың қаныменен бірге аққан жыр болып қалдың. Жыр әлемі, жүректен туған әрбір өлеңі. Қара өлеңмен сөйлетті халқымызды, сезімге толы шындықтың төрелі. Өлеңінде туған ел ана үні, қарапайым халықтан бар мұны. Жалған сөзге басымей өткен ақын, ақиқатты айтудан танбадым.
таулардай биік еді армандарым, өмірмен өрілген тағдыр жолдарым. Жырымен рух беріп ұрпағына, мәңгілік елдің отын қайта жандырды. Соққан жүрек, сен салған соқпақтармен өсіп жүрек. Сөзіңде мұң да бар, үміт те бар. Қазақтың тағдыры тұр тұтас тілеп. Мұқағали, сен өлең сенсің. Уақыт өтсе де жоғалмас берген есің. Жырларың барда тірі қазақ рухы. Сен барда сөнбейді ешқашан үміт оты. Табиғатпен тілдестің, сырлас болдың сен. Жапырақтан көрдің, сырын көрдің сен. Адамға да жерге де бірдей жанашыр. Сол үшін де биіксің. Ұлы ең сен деген. Мұқағали Мақатаев атамызға арнау өлеңі. Мұқағали, сіз өлеңнің мәңгі нұрын, әр жүрекке жететін халық үнін, қар өлеңнің құдіретін бойға сіңіріп, қазақ болып соғады тағдыр жырын. Сіз жазыңыз халықтың жүрек тілін, қар өлеңге намыспенен тағдыр білім. Әр шумақ жүректерге жететін рас, шынайы сөзбен мәңгілікке жол аштыңыз. Біз ұрпақтар сізбен еріп қанат қақтық, ғылым, білім, өнердің отын жақтық. Сізде ұлы данышпан болғаннан соң, болашаққа нұр беріп шуақ шаштық. Өмір өзен тағдыр жолы қиян, сол жылдарға көпір салған сіз бабам. Сіз жырлаған аш шындық бар болмыс, бар халыққа ой салары бір анық. Мұқағали мәңгі өшпес ұлы ақын, ұрпағымыз жалғастырар мұрасын. Сөздері жүректен шыққан шуақтай жанымызда мәңгі тірі өшпес нұр. Қолдарындағы жазылған тақырыпта енді 5 минуттың ішінде өлең жұмағын құрайық. Bir керуенге ісіміз алаштарға нарық. Бостандыққа арналған адамдай, өлеңдері, жырлары адамдарға ой беріп саналғай. Жүрекпен өлең шығарғанын көрініп тұр. Рахмет саған ақыным. Санаға, ойға саналған өлеңдері, ақындық атына сай ақындарым. Мейірімді көзіне арналғандай, өмір-ай сен жылаттың адамды. Адамгершілікпен жаздың жырларыңды, байқадым бойындағы жырларынан. Мұқағали деген атына сай болып тұр, үйренем сізден ғана қамқорлықты. Қуаныш не деп сұрасаң менен, саған бұлай жауап берем. Қуаныш ол, бақыт ол сәт, ол мен үшін өте қымбат. Тақырып махаббат.
Махаббат деген сөйлетпейтін сол бір сезім, ол ішінде дайын болған кейбір кезің. Махаббатты түсінбейді кейбір адам, махаббатқа арналады бұл саған. Мұқағали арнады ғой сол бір жанға, махаббатын білдірді ғой ән мен жырға. Түсінбеді сол кезде адамдарда, махаббаты жүрегін жаралаған. Маған түскен тақырып Мұқағали деп отыр, яғни отан туралы. Биік көрген туған жерді Мұқағали атамыз, жырын оқып тереңінен ойланада жатамыз. Шынында да байтақ баурай бездерін, жазып кеткен қазақтың қоңыр желдерін. Мұң, сағыныш, терең жатыр жырларында, ар мен намыс маздап кеткен сырларында. Бірақ аузынан еш уақытта өшпеген сөз, отан сөзі өмір сүрген жылдарында. Отан десе оттай лаулап жанып өткен, туған жерін шын жүрекпен сүйіп өткен. Жырларын қазір оқып біліп талай, неліктен көтермеске рухым қалай. Оған түскен тақырып ана, ардақтыда аяулы жанына, сен барда мен өзіңе мақтанам, өзің барда қуанышқа бөленіп, менің анам деп бар далаға жаңғырам. 9 ай көтеріп өмірге әкелдің, жан сырыма өзің ғана мән бердің. Мен үшін қол ұшыңды созба, мен сені мәңгі аялап өтем балам едім. Тақырып табиғат. Табиғатың туған жерің тынысым ай, Қазақстанның көрікті жерлерін ай, табиғатпен сырластым мен бүгін, бөлексің ау, бөлексің табиғат ай. Өлең жазған Бекназар ау. Маған түскен тақырып ол өмір. Өмірім, зымырайсың, дамылдайсың. Зымырайсың, ешкімге бет бұрмайсың. Өмірімді мақтасам нем кетеді, жырлаймын бір өзімді сырласымдай. Өмір, не деген кереметең, мен саған бәрібір жетпейді екем. Өзімді ойлаймын, дамылдаймын, өмір үшін ешқашан ойлаймын. Өмір деген тынымсыз тұңғиық-ау, тұңғиыққа жетем деп сүңгимін ау. Мен өмірді жырлау үшін келген екем, өміріме екінші келмеймін ау. Өмірді Мақатаев шарлайды ма? Жырлаған өзгелер ойлайды ма? Мен өмірді жырласам нем кетеді, өмірге жердеймін, өміріме жердеймін, тимей қоймаймын. Маған түскен тақырып туған жер. Туған жер киелісің кие таптап қалпына, теңеп өтем әркез сені алтынға, жырлап өтем, сырлап өтем мәңгілік. Туған жерім құлпыра бер құлпыра. Шырайлысың құтты қоныс мекенім, өзің менен жастанып мен өсемін. Мұқағали жыры сіңген тамырдай, өлең болып өріліп мен өтемін. Маған түскен тақырып махаббат. Ұлдам мұза болу жақсы ғой, арманың оттай заңдарып, қуанышты кең. Маған түскен тақырып махаббат. Ұлдам мұза болу жақсы ғой, арманың оттай жандырып, қанатын кеңге жайғызып, жолына нұр боп төгілген таңдай. Қызға мұза болу соры ғой, жүрекке жүк болып байланған, өз арманын ұмытып, біреуге ән боп сайраған. Мұзада кейде тағдыр ғой, кімге сый, кімге сор. Біреуге күшті қанат боп, біреуге сорымен қайғы боп. Шыдай түс шыда тағы, шыдамдыны, мұна өмір ұнатады, үміттің құладиық құлатаңы, әйтеуір бір атады. Өкінбе, өкпелеме бүгініңе, өмір болмайды түңілуге, мәңгі сені жазбаған сүрінуге, хақың бар қайта тұрып жүгіруге. Мұқағали Мақатаев, шеше сен бақыттысың жыламағын. Шеше, сен бақыттысың жыламағын. Жай түсіп, жатқанда да құламадың, тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой, қасыңдамын, өлмеймін, мен өзіңді асылданмын, таусылып, өзіңнен шашырамадың. Зерттей алмай келемін, өзім жайлы жалғыз ғана дерегім, өзгелерге түсініксіз өлеңім. Өмірім бар, өкпемде бар тастыда, аңдап көргей өзім жайлы жаздым ба, қаршадайдай өмірге шашқында, ақылымды ақтепті ме ағымда. Қалай
байқа қалқа, мен де саған керекпін. Қазір қыз қой, жапырасыз керек. Сен рингта жүргендей ары бері жүре береді екенсің ғой, Роман. Рингта жүрген ғой, кішкене. Литературе русского Аширова Бахтун Золотую. Мухавали Макатаев. Мифология Флагель. Присутствие покоя на земле. Подобно сну, валяется в тишине. Пробудившись, сына не тревожь. Утром еще понежится во сне. Спи, спи, сынок, малыш, ты видишь сны твои. О мир, богатство нужны. Достаток мой и счастье мое. Все твое, все чудное и хранилище полны. тойына арналған оқушылар арасындағы поэзия менемен егіз бетің өнер байқауынан көркем сөз өнері бағыты бойынша бірінші орын алған үшін Бакиева Ясмина марапатталады. Өзінің өнерін айтып, сіздің оқу предметіңіз сізге көп рахмет. Мое мероприятие закончилось, а ты подписывайся на канал. Спасибо за просмотр. Пока-пока.